Ассалаумағалейкум. Мен Нұрлан Болатов. Қазір скриншотқа экранды қалай түсіру керегін үйретемін. Көбісі бұны білмейді. Және принт скринға түсіру үшін, скриншотқа түсіру үшін біз Lightshot программасын қолданамыз. Lightshot программасы скачать етіп установить етесіз, оңай. Ссылкасы видеоның астында болады. Lightshot программасы қолдану үшін клавиатурада print screen кнопкасын басамыз. Экранда бүйтіп аламыз, экран любой жерін полный алып алады, бүйтіп жартысын алып алады, жерге алып сурет салып қойып алады. Өзіңіз білесіз ол жағын. Сосын сохранить, рабочий столға түседі, сохранить етіп қоясыз. Болды, скриншот міне түсті, осылай. Еш қиындығы жоқ. Ал екінші амал простой түрі print screen'i басамыз. Print'ті басамыз. Print'ке кересін вставить ете саламыз. Ол полный экранды алады. Ешқандай программасыз, еш қиындығы жоқ. Бұны сохранить ету үшін X басамыз, сохранить. Безымянный рабочий стол саламыз да. Безымянный ма өзіңіз білесіз. Мен рабочий стол деп қойын. Еш қиындығы жоқ. Екі амалы бар. Сізге қалай ыңғайлы өзіңіз білесіз. Клавиатурада print screen кнопкасын бассаңыз болды. Рахмет. Сау болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіңіздер. Тағы да бейне сабақтар шығып тұрады. Сау болыңыздар.